Бүгін нәубеттегі клиентіміздің үйіне келдік, яғни Герцогқа келдік. Бұл жердегі ағамыздың үйі общий 400 квадрат метр, 15 комнаталы жай екен. Қазір бұл жерге сантехника жұмыстары алып барып жатыр. Осы сантехника затларының барлығын Берекет строй магазинінің екінші филиалынан алған екен. Сіздерге де сантехника затлары керек болса, ойланбай Берекет строй магазинінің екінші филиалына келсеңіздер болады. Осы видеоға лайк, комментарий жазып, ақырына шейін көрген адамға осындай жайлар бұйыра берсін. Олай болса біз обзорымызды бастаймыз. Бұл жерде Қарақалпақстанға танымалы Атайға сантехника жұмыстарын алып барып жатқан екен. Қазір өздері түсіндіріп береді, не жұмыстар алып барып жатқанын. Ал Атайға бұл жерге не заттар алдыңыз, қандай теплипол, қандай котел алдыңыз, барлығын бір камераға қарап айтып берсеңіз. Нәубеттегі істеп жатқан үйіміз Герцог атындағы 400 квадраттық бір этажлық жер жай болады. Бұяқлары енді санузел бөлімі болады. Бұяққа сушилка hamda теплипол бастық. Теплиполларымыз Россияның РТП фирмасының беккем теплипол трубалары есептелінеді. Мынағымыз коридор, прихожка, яғымыз кухнясы болады. Кухнясына құр теплипол бердік. Бұяғы себебі айнасы үлкен болған үшін. Мынау холл, общий отыратын жері берге гибрид қылдық. Теплипол hamda авангард батареяларының 18 киловаттық батареяларынан пайдаландық. Себебі бұл батарея тепловатасы басқа батареяларға қарағанда жақсы болады. Бұяғы мейманханасы берге 2 батарея құрдық. Бұларым әммесі сапасы жоғары болған аква авангард батареяларынан пайдаландық. Бұяғымыз мейманханасы екіншісі. Бұяқлар енді жатақхана. Мынау коридорларына теплипол бердік. Себебі батарея қоятын жер жоқ. Бұяғы үлкен жатақханасы болған үшін бергеде үлкенлеу батарея қойдық. Бұяқларына енді кішкентай әр үйдің комнатаның размеріне қарап тұрып, батареяларды өздеріміз есептап шығарып, сайлап қойдық. Бұяғы ендігі жатақханасы. Бұяғынан құру батарея қылып есептап несін шығардық. Енді бұл үйіміздегі 400 киловаттлық навен котелін құрдық. Сол азыр котелді қайтып установкадан кейін бірінші рет қосу жолын көрсетеміз. Бірінші болып тоққа питание береміз. Бірақ уақыт кетеді, аспайсың. Күтеміз. Газды бірінші жауып тұрамыз, котелді тексеріп аламыз. Системасы істеп тұрып па, циркуляция бар ма, жоқ па? Котеліңіз қосылып жатыр. Дауыс естіледі ғой, иә? Қосылуын тексеріп аламыз бірінші. Насос қосып, циркуляция істенгеннен кейін ғана газды беріп басылаймыз. Насос қосты. Бірінші попиткасында газ сұрағанда да бермейміз, себебі бір қатар айналып, воздухлар шығып кетуі керек болады. Дауыс шықпайды екен, иә? Мұнда бірінші попитка газ жауып тұрған үшін циркуляция тексеріп алды. Циркуляция нормальный болғанын білген тағдырда кейін газды ашамыз. Мұнда газды бердік. Мұнда от жану процесі кетті. Енді температура әстен көтеріліп бастайды. 15-27 мұнда. Котелді қосқан уақытта таза котел болсын, или бір жыл давамында қосылмай қалған котел болса, бірінші очередте газды жауып қойып, циркуляция болғаннан кейін газды ашып қосу керек болады. Бұл котелімізға, системамызға теплипол hamda батарея болған үшін теплиполды отдельно осындай трехходовой клапанменен жалғауды мақұл көрдік. Себебі батареяларды 70-80 градусқа апарған кезде теплиполды 40 градустан 45 градустан ары қарап өткеруге болмайды. Соның үшін осындай трехходовой клапан қойып, отдельный насос қойып, өздеріне комфорт, теплиполға өздеріне комфорт температураны сайлау имканиятын жаратып, осындай трехходовой клапанларды қойып, монтаж қылып бердік. Ассаламалейкум достар. Үй салып жатырмыз тазадан. Үйдің барлығын ісін істеп болдық. Енді отопительный системаға келдік. Бұл системаның барлығын мен Калинин көшедегі Берекет строй магазиннің екінші филиалынан алдым. Бұл отопление керек затларының әммесін. Қызметлері жақсы, Жасур деген ініміз бар екен сөйерде. Сауданың барлығын түсіндіріп, қалай болады, қандай жағдайда болады. Үйде мына гибрид системасында құрып жатырмыз әзір. 50% почти теплый пол болады, қалған жағы батарейный система. Қызмет көрсетулері жақсы. Білмегенлер болатұғын болса, несі адресі Калинин көшеде Республикалық балалар емдеуханасының қасында. Ориентир сөйерде алсаңыз, сөйерде түбінде тұрыпты. Бағалардың барлығы қол жетімлі, түсіндіріп береді жақсы әммесін, жақсы заттардың әммесін айтады. Навен деген котел құрып жатырмыз, оны балам шетелде жүріп, сояқтан осы нені предлагать етті. Соны іздеп жүріп, сол Берекет дүканынан таптық, Берекет строй несінен, соның екінші филиалынан. Барып сөйерде сөйлесіп, Жасур ініміз әммесін түсіндіріп айтып берді. Сол жерге барыңыз, егер стройға жасап жатқан болсаңыз, бағалар әммес қол жетімді, қызмет көрсетулері жақсы. Еще лотерея ойын болып жатыр екен, акция ойыны. 8 лотерея алдық, мгновенный ұтатығын, ол жерден біраз нәрсе алып келдік. Енді бұйыртса 31 декабрь күні Captiva автомашинасына ойын болады екен. Келіңіз, Берекет дүканына сауда істеңіз, акция жаңа лотерея алыңыз. Әммеге несіп етсін, затларды ұтып алу. Оң таға оң болсын. Амин. Ал ағамызға оң болсын деп қаламыз. Осындай жайлар әмемізге де бұйыра берсін. Сіздерге осындай котел, қабырға, сантехника затлары керек болса, ойланбай Берекет строй магазинінің екінші филиалына келе берсеңіздер болады. Ал комментарийға өз ойларыңызды жазып кетің. Берекет строй, халқымыз таңлауы.